Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы ғаламды зерттеу миссиясы, Марсты зерттеу аппараттары және Байқоңыр айлағының дамуы. НАСА ғылымы ғаламның құпияларын ашуға, басқа жерден өмір іздеуге және жердегі ғарыштағы өмірді қорғап, жақсартуға тырысады. Агенттік ғылыми миссиялары Жердің, Күнді, Айды, Марсты және біздің күн жүйесіндегі көптеген басқа нысандарды қамтиды. Сонымен қатар ғарыш кемелері біздің ғаламымыздың одан әрі зерттеуге мүмкіндік береді. Адамзаттың ғарышты зерттеудің біздің ғаламдағы орнымыз бен күн жүйесіндегі тарихи туралы негізгі сұрақтарға жауап береді. НАСА зерттеу визасы адамзат үшін құндылықты ұсынуға бағытталған және ең негізгі сұрақтарға жауап береді. Біз неге осындамыз? Барлығы қалай басталды? Біз жалғызбыз ба? Келесі не болады деген сұрақтарға негізделеді. Ғалам кейде әлем, жаһан, дүние деп те аталады. Латынша universe. Бұл ғаламшаларды, жұлдыздарды, галактикаларды, сондай-ақ материя мен энергияны, кеңістік пен уақытты және олардың барлық құрамдарын қамтыған бүкіл дүние. Яғни бар нәрсені жиынтығын білдіретін іргелі ұғым. Ғалам алуан түрлі формада болатын әрі ұдайы өзгеріп отыратын, кеңістік пен уақыт бойынша шеті де шегі де жоқ деп те есептелетін жүйе. Ғаламның негізгі құрамдас бөліктері. Ғалам негізінен 3 түрлі заттардан тұрады деп есептеледі, бірақ біз көретін материяның оның тек аз ғана бөлігін құрайды. Дұрыс, кәдімгі материя шамамен 5% ғана құрайды. Бұл біз білетін және көре алатын барлық нәрсе. Жұлдыздар, ғаламшарлар, газдар, адамдар, яғни атомдардан тұратын заттар. Қара материя шамамен 75% құрайды. Көрінбейтін, жарық шығармайтын немесе сіңірмейтін жұмбақ зат. Оны тек басқа нысандар гравитациялық әсер арқылы анықтауға болады. Галактикалардың біртұтас болуына ықпал етеді. Қара энергия шамамен 70% құрайды. Ғаламның кеңеюіне, жеделуіне жауап беретін, гравитацияға қарсы әсер ететін белгісіз энергия түрі. Енді ғаламдық құрылымға келетін болсақ, жұлдызды алатын болсақ, газ бен плазмадан тұратын өзі жарық шығаратын ірі нысандар. Оған мысалы күн болады. Ғаламшарлар, планеталар, жұлдызды айналатын өзі жарық шығармайтын үлкен аспан денелері. Оған жерді алсақ болады. Күн жүйесі. Біз бір жұлдызды күн айналатын ғаламшарлар, серіктер, астероидтар мен кометалар, яғни біздің күн жүйеміз. Галактика, жұлдыздар шоғырының жұлдызаралық газ бен тозаңның және гравитациялық байланысқан, яғни құс жолы біздің галактика. Ғаламда 100 миллиардтан астам галактика бар деп есептеледі. Галактикалардың негізгі түрлері спиральдық, эллипстік және бұрыс, яғни дұрыс пішіні жоқ деген. Біздің галактика спиральдық түрге жатады. Ғаламды зерттеудің маңызы мен миссиясы. Жерден тыс өмірді іздеу енді ғана басталып жатыр, бірақ ғылым ерте жауабын ұсынды. Галактикадан көптеген планеталар бар. Олардың көбісі біздің планетаға ұқсас, бірақ білмегеніміз көп. Жерден және ғарыштан жүргізілген бақылаулар біздің күн жүйемізден тыс мыңдаған планеталардың бар екенін растады. Біздің галактикамызда кем дегенде 100 миллиард болуы мүмкін, бірақ әзірге жерден тыс тіршілік бар деген дәлел жоқ. Ғаламдағы өмір оңай басталды ма, және бұл қалыпты ма, жоқ әлде бұл өте сирек пе? Ғаламды зерттеу, яғни ғарыштық миссияларды телескопта арқылы бақылауға және теориялық космология адамзаттың ең іргелі және ауқымды ізденістерінің бірі болып табылады. Оның мақсаттары мен маңызы бірнеше деңгейге бөлінеді. Фундаменталды білім, практикалық технология және адамзаттық болашағы. Ғаламды зерттеудің негізгі миссиясы әлемнің құрылысы, пайда болуы және даму заңдылықтарын туралы білімімізді кеңейту. Ғаламның пайда болуын түсіну, яғни үлкен жарылыс қалай пайда болды деген, ғаламдық құрамды анықтау, басқа өмірді іздеу, экзоғаламшарларды зерттеу, ғаламдық заңдарды тестілеу. Марс біздің күн жүйеміздегі ең көп зерттелген денелердің бірі.
және біз бөтен ландшафттағы роверлер жіберген жалғыз планета. НАСА миссиялары миллиардтаған жыл бұрын Марста әлдеқайда ылғалы әрі жылы қалың атмосферасы бар екенін дәлелдейтін көптеген дәлелдер тапты. Оның біріншісі кепкен өзен арналары және аңғарлар. Марста ұзын иілген өзен арналары, сағалар, аңғар жүйелері табылған. Олар тек ағып тұрған сұйық судың әсерінен ғана қалыптаса алады. Екінші, ежелгі көлдер мен теңіздердің іздері. Марстағы кратерлердің ішінде көл табандары, жағалау сызықтары, шөгінді қабаттары анықталды. Бұлар Марста ұзақ уақыт тұратын су болғанын көрсетеді. Үшіншісі, су арқылы түзілетін минералдар. Марста гематит, саз балшықтары, сульфаттар, карбонаттар сияқты тек суда пайда болатын минералдар табылды. Бұл судың ұзақ уақыт бойы болғанын дәлелдейді. Марсты зерттеудің ғаламдық маңызы. Марсты зерттеудің ғаламдық маңызы қазіргі астрономия, планетология және ғарыштық инженерия салалары үшін стратегиялық ғылыми бағыт болып табылады. Марс геологиялық құрылымы, климаттық, тарихи және су іздерінің сақталуымен Жерге ең ұқсас планеталардың бірі. Осы себепті оны жан-жақты зерттеу күн жүйесінің ерте кезеңінен планеталардың пайда болу механизмдерін және атмосфералардың ұзақ мерзімді эволюциясын түсінуге мүмкіндік береді. Марста ежелгі өзен арналары, көлдік шөгінділер және гидратацияланған минералдарды табылуы бұл планетада өткен кезеңдері тұрақты сұйық су болғанын дәлелдейді. Бұл деректер өмірдің жерден тыс жерде пайда болуының ықтималдығын бағалауда аса маңызды. Марсты ғарыш аппараттарының көмегімен 60 жылдан астам уақыт бойы зерттеп келеміз. Оның басталуы алғашқы планеталардың автоматты станцияларды ұшыру әрекеттері 1960 жылдардың басында басталды. 1962 жылы 1 қарашада КСРО-ның Марс 1 аппараты сәтті ұшырылды, бірақ байланыс үзілді. 1965 жылы ақш-тың Mariner 4 аппараты Марсты жанынан ұшып өтіп, оның бетін алғаш рет жақыннан суретке түсірді. Бұл Марстың жақыннан зерттелуінің ресми бастамасы болды. Марсты зерттеудегі басты ғылыми мақсат бұл өмірді іздеу. Бұл ең маңызды мақсат. Ғалымдар Марстың суы көп, жылы және қалың атмосферасы бар кезеңі болғанын сенімді. Тіршілік белгілерін табу, яғни Марстың топырағынан, тастарының немесе мұзынан бұрынғы микроорганизмдердің қалдықтарын, яғни биоқолтаңбаларды іздеу. Оған Curiosity және Perseverance роверлерінің негізгі миссиясы осы. Судың тарихын түсіну. Марс бетінің судың қалай жоғалғанын, оның көлемін және қанша уақыт бойы сұйық күйде болғанын анықтау. Атмосфераның эволюциясын, Марстың қалың атмосферасының неліктен және қалайша жоғалғанын және бұл процестің жерден тыс өмірдің қалыптасуына қалай әсер ететінін зерттеу. Болашаққа арналған стратегиялық мақсат. Марс жерден кейінгі адамдардың ұзақ мерзімді мекенетін ең ықтимал орны. Бұл мақсат болашаққа бағытталған. Адамдардың жіберуге дайындық. 2030 жылдары Марсқа алғашқы адам миссиясын жіберуді жоспарлау. Қауіпсіздік және ресурстар. Адамдардың аман қалуы үшін қажетті ресурстар, яғни мысалы су, мұзы, оттегі алу үшін атмосфералық көмірқышқыл газы табу және олардың пайдалану жолдарын зерттеу. Келесі бізде кестеде Марстағы Марс көліктер мен спутниктер. Ең алғашқы бізде Curiosity, яғни 2012 жылы Марсқа жіберілген болатын. Яғни оның ғылыми зертханасы Марста бұрын микроорганизмдердің тіршілік етуіне қолайлы жағдайлар болған-болмағанын зерттейді. Екіншісі бізде Perseverance, 2021 жылы іске қосылған. Ежелгі өмір іздерін іздеу. Curiosity'дің жетілдірілген нұсқасы. Негізгі мақсаты ежелгі микроорганизмдердің өмір сүрген белгілерін іздеу және үлгілерді жинап жерге жеткізу үшін арнайы түтікшелерге салу. Үшіншісі бізде Ingenuity, яғни тікұшақ. Бұл бізде Perseverance'ке ұқсас, яғни 2021 жылы ұшырылған. Келесі бізде спутникте, яғни Mars Odysseus, Mars Reconnaissance, Maven, яғни бұлардың ұшырылған жылдары көрсетілген, және ерекшеліктері жазылған.
Марсты зерттеу аппараттарының технологиялық ерекшеліктері. Perseverance 2021 жылы ұшырылған, яғни НАСАның заманауи Марс ходы. Ол Марста өткен өмір іздерін іздеп, геология мен климатты зерттейді. Құралдарды топырақ сынама жинап, атмосфераның бақылауға мүмкіндік береді. Автономды қозғалып, жерге маңызды мәліметтерді жібереді. Сондай-ақ құрамында алғашқы Марс дроны, яғни Ingenuity бар. Келесі бізде Tianwen-1, Қытайдың Марсты зерттеу миссиясы 2021 жылы ұшырылды. Ол орбитадағы айналып Марс бетіне марсходпен зерттеу жүргізеді. Аппарат атмосфераны, геологияны, топырақ құрамын және климатты зерттейді. Марс ходы автономды жұмыс істеп, жоғарғы технология камералар мен сенсорлармен жабдықталған. Бұл Қытайдың ғарыштағы ірі жетістігі болып саналады. Байқоңыр айлағының тарихи маңызы. Ғарыш айлағының іргесін қалау туралы шешім 1955 жылы қабылданды. Ал құрылыс сол жылы басталды. Орналасқан жері Сырдария өзенінің оң жағалауында. Төретам теміржол станциясының қашық емес жерде. Бұл аймақ эвакуаторға жақындығы, ең жазықтығы және ұшыру қауіпсіздігін үші таңдалған. Әлемдік маңызы. Байқоңыр бүкіл адамзат тарихындағы екі ұлы ғарыштық оқиғаның бастауын алған жер. 1955 жыл 4 қазан жердің тұңғыш жасанды серігі Спутник 1 осы жерден ұшырылды. Бұл ғарыш дәуірінің басталуын білдірді. 1961 жылы 12 сәуірде ғарышқа тұңғыш адам Юрий Гагарин Восток ғарыш кемесімен осы айлақтан ұшып шықты. Байқоңырдың қазіргі даму жобалары. Ғарыштық технологиялық даму, яғни бәйтерек жобасы. Бұл Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының Байқоңыр ғарыш айлағының ең ірі әрі маңызды бірлескен жобасы. Әлеуметтік және инфрақұрылымдық даму жобалары. Қазақстан мен Ресей қала тұрғындарының әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсарту үшін бірлескен жұмыстар жүргізуде. Қазақстанға нысандарды қайтару Ресей тарапты жалға алу құрамынан шығаруға ұсынылған 234 нысанның тізбесін ұсынды. Бұл нысандардың базасында Қазақстан жаңа өндірістерді ұйымдастыру және жұмыс орындарын құру жоспарлап отыр. Инфрақұрылымды жаңарту, қаланың сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін толықтай реконструкциялау жұмыстарын жүзеге асырылуда. Тұрғын үй және әлеуметтік нысандар. Жаңа тұрғын үйлердің құрылысын аяқталуда. 600 орынға арналған мектеп салу жоспарлануда. Қазақстандық білім беру стандарты бойынша балабақшалар ашылуда. Заманауи спорт кешені салу жоспарлануда. Байқоңырда ғарыш туризм орталығына айналдыру. Турист тарту мақсаты 2029 жылға қарай айлаққа жыл сайын 50 мың ғарыш туристін тарту көзделуде. Байқоңыр арқылы турист тарту, аймақты дамыту, инвестиция әкелу, жұмыс орындарын ашу, елді халықаралық беделін арттыру. Сонымен қатар жастарды ғылым мен ғарышқа қызықтыру көзделуде. Интегративті нысандар. Гагарин ұшырылған алаңдағы Air туралы заманауи музейлер және космос білім беру лагерлері ұйымдастырылуда. Ғарыш симуляторлары, виртуалды шлем, яғни VR, AR сенсорлары, мұражайлар, ұшырылымды көруге арналған бақылау алаңдары. Мұндай технологиялар туризмді қызықты әрі танымдық етеді. Заманауи тұру орындары. Туристер үшін эко-отельдер мен глэмпингтер салынып, ғарыштық мәдениет пен қазақ дәстүрі үйлестірілген жаңа туристік өнім ұсынылады. Байқоңырда заманауи қонақ үйлер, ғарыш стиліндегі кешендер, ақпараттық орталықтар, гид қызметтері, кәдесый дүкендері, көлік пен байланыс инфрақұрылым қажет. Бұл туристерге жайлы жағдай жасайды. Қазақстанның ғарыш саласындағы жетістіктері. Картада көріп отқанымыздай, Байқоңыр айлағын дамыту жолдарында біз ақш пен, Ресеймен, Япониямен, Индиямен, тағы да басқа елдермен серіктес. Байқоңырдың орналасқан жері Қазақстанның Қызылорда облысы Арал маңында орналасқан. Оны пайдаланушы ел Ресей, яғни оны 2050 жылға дейін жалға алған. Ресей негізгі техникалық және ұшыру жұмыстарын жүргізеді. Қазақстан жердің иесі және аймақты экономикалық туристік тұрғыда дамытушы тарап. Бірлескен жобалар. Ресей, Қазақстан және кейде халықаралық серіктестер, мысалы Еуропалық ғарыш агенті, басқа да серіктес елдер қатыса алады.
жалпы қорытындылай келе, ғарышты зерттеудің негізгі миссиясы әлемнің құрылысын түсіну және жерден тыс өмірді, әсіресе Марста, іздеу арқылы адамзаттың болашағын қамтамасыз ету. Марсты зерттеу үшін жіберілген Curiosity және Perseverance сияқты озық аппараттар ежелгі тіршілік іздерін анықтап, болашақта адамдарды қондыруға дайындық жасауда. Қазақстанның тарихи маңызы бар Байқоңыр ғарыш айлағындағы қазіргі басты даму жобасы бәйтерек. Бұл Қазақстан мен Ресейдің бірлескен жобасы. Ол экологиялық таза Союз-5 зымыранына арналған жаңа ұшу кешенін құру арқылы айлақтың экологиялық қауіпсіздігін арттыруға және оның ғарыштық қызметтегі бәсекеге қабілеттілігін сақтауға бағытталған.